Қазақ ұлты дейміз. Әрине біз ұлт деген бізге ұнайды, қазақ ұлты деп айтамыз. Шынды айтып келгенде ұлттық психология бізде орнаған жоқ. Бізде рулық психология. Кез келгенде бізде ресми документтердің өзінде кадрда ұру деп жазылып қойған жерде. Сонан кейін бізде ұрулардың толып жатқан ұйымдары бар. Тіпті ұрулардың молалары бар, бейіттері бар. Басқа бір ұрудікіне келсек жаңжал шығады. Ал енді мәдениетті алып қарайық. Қазіргі таңға дейінгі қазақ тілінде жасалып жатқан мәдениеттің барлығы бұл біздің ауылдық мәдениет. Демек ұлтқа тән мәдениет емес. Бұл ұлысқа тән, халыққа тән мәдениет.